Токиолық кек алушылар анимесіндегі ең мықты кейіпкер кім? Көпшілік бірден Майки дейді, бірақ Майкиге қарсы тұрған Изана, Саото, Дракен сияқты монстрлар ше. Бүгін біз Токиолық кек алушылар анимесіндегі ең мықты 20 кейіпкерді анықтайтын боламыз. Бұл рейтингте тек күш емес, олардың жеңістері, ерліктері мен қатар ең қауіпті сәттері де ескерілді. Сондықтан видеоны соңына дейін көр, себебі кейбір орындар сені қатты таңғалдыруы мүмкін. Ал сенің ойынша бірінші орында кім болу керек? Өз тобыңды комментарийге жаза кет. Ендеше біз бастаймыз. Жиырмасыншы орында біздің тобымызда ашатын Хайтани ағайындылары. Көпшілік Ран мен Риндоны әдемі киінетін жігіттер деп ойлайды. Бірақ Роппонги ауданында олардың аты аңызға айналған. Жас өспірім кезінде олар бірнеше банданы бірігіп құлатып, бүкіл ауданды бақылауға алған. Ран кәдімгі көше төбелесінен гөрі айлакерлікті жақсы көреді. Ал Риндо қарсыласты буындырып шығарып жіберетін ауыр әдістерді қолдандырады. Ең қызығы, олар жеке-жеке емес, бірге жүргенде әлде қайда қауіпті. Сондықтан көптеген қарсыластар біреуін жеңсе де екіншісіне қарсы тұра алмай қалады. 19-шы орында Шиба Хаккай. Алғаш көргенде Хаккай өте сабырлы жігіт сияқты көрінеді. Бірақ оның физикалық күші Тосваның ең күшті мүшелерінің бірінің деңгейінде. Бала кезінде ағасы тайджудан қатты қорқып өскендіктен, сол себепті ол ұзақ уақыт бойы өз күшін толық көрсете алмады. Алайда кейін ол өз қорқынышын жеңіп, нағыз жауынгерге айналды. Көп жанкүйерлер Хаккайдың потенциалы толық ашылмаған деп есептейді. Егер ол Тайджу сияқты қатал мінезді болғанда, рейтингте әлде қайда жоғары тұрар еді. Келесі бізде 18-ші орында Канжи. Денджикудағы ең ірі және ең қауіпті адамдардың бірі. Оның бойы мен салмағының өзі қарсыластарын қорқытуға жеткілікті. Мочи көбіне күшке сенеді, техникасы ерекше емес, бірақ бір соққысының өзі төбелестің тағдырын өзгерте алады. Сондықтан Денджикудағы көптеген мүшелері одан қауіптенген. 17-ші орында Чифую Мацуно. Чифуюдың бұл рейтингте болуы көп адамды таңғалдырады, себебі ол Майки мен Дракен сияқты монстр емес. Бірақ оның басты артықшылығы интеллект пен төзімділігі. Ол көптеген шайқастарда өзінен күшті қарсыластарға қарсы тұрған. Баджи қайтыс болғаннан кейін де Тосва үшін күресін тоқтатпады. Көп жанкүйерлер Чифуюды сериядағы ең сенімді дос деп атайды. Ал оның ерік-жігері кейбір күшті жауынгерлерден де жоғары бағаланады. 16-шы орында Мицуя Такаши. Тосваның ең ақылды капитандарының бірі, бірақ адамдар оның күшін жиі бағаламай кетеді. Мицуя көптеген ауыр шайқастарда капитан ретінде ғана емес, жауынгер ретінде де өзін дәлелдеген. Ол қарсыластың әлсіз тұсын тез байқайды. Сол себепті физикалық күші өзінен жоғары адамдармен де тең төбелесе алады. Ең қызығы, егер Мицуя бүкіл уақытын төбелеске арнағанда, ол рейтингте әлде қайда жоғары болар еді. Себебі оның табиғи таланты өте жоғары. 15-ші орында Пэйян. Көпшілік Пэйянды жай ғана Тосваның қатардағы мүшесі деп ойлайды, бірақ оның физикалық күші өте жоғары болған. Ең қызығы, Тенджику арқасында ол Изананың бір соққысынан құлағаны мен оған дейін көптеген қарсыластарды оңай жеңген. Пэйянның ерекшелігі оның техникасы емес, таза күші. Ол ашуланғанда мүлде басқа адамға айналады. Көп фанаттар Пэйянды бағаламайды, бірақ Тосва ішіндегі көптеген төбелестерді ол негізгі күштердің бірі болған. Келесі бізде 14-ші орында Пачин. Тосва құрылған кездегі ең алғашқы мүшелердің бірі. Майкидің өзі оған қатты сенген. Пачинның ерекшелігі ауыр соққылары. Ол қарсыласын ұзақ комбинациялармен емес, бірнеше соққымен жеңуге тырысады. Ең қызығы, Тосваның алғашқы күндерінде Пачинді көптеген мүшелер Дракеннен кейінгі ең қауіпті адамдардың бірі деп санаған. Бірақ оның мінезінің қызбалығы кейде жеңілуіне себеп болған.
егер эмоциясын басқара алмағанда одан да жоғары орын алуы мүмкін еді. Келесі бізде 13-ші орында Соя Кавата. Бұл рейтингтегі ең ерекше кейіпкерлердің бірі. Қалыпты кезде Angry аса қауіпті көрінбейді. Көп тіпті кейде қарсыластары оны әлсіз деп ойлайды. Бірақ оның құпия формасы бар. Фанаттар оны Кок Огрио деп атайды. Жылаған кезде оның күші бірнеше есеге дейін артады. Тенджику шайқасында ол жалғыз өзі Хайтани ағайындарын және бірнеше элиталық жауынгерлерді жеңген болатын. Ең қызығы, көптеген фанаттар Angry толық потенциалында Баджи мен Мучодан кейінгі күшті деп есептейді. Келесі бізде 12-ші орында Мучо. Тосва капитандарының ішіндегі ең күшті капитан деп ресми түрде аталған кейіпкер. Бұл атақты оған кездейсоқ бермеген. Оның бойы мен күші, күрес техникасы басқа капитандардан жоғары болған. Көпшілік ұмытып кетеді, бірақ Мучо бұрын дзюдо мен кәсіби деңгейде айналысқан. Сондықтан ол қарсыластарын жерге лақтырып бірден басымды алатын. Тіпті Тенджику кезінде көптеген мықты жауынгерлер одан сақтанған. Егер Майки, Дракен және немесе Изана сияқты монстрлар болмағанда, Мучо көптеген бандалардың көшбасшысы болар еді. Келесі бізде 11-ші орында Кейски Баджи. Міне осы жерден рейтинг шынымен қызық бола бастайды. Көптеген фанаттар Баджиді тіпті топ 10-ның ішіне кіреді деп ойлайды. Ал шынымен біз 11-ші орынға қойдық. Баджи Тосваның негізін қалаған 6 адамның бірі болған. Ол бала кезінен Майкимен бірге өскен. Ең қорқыныштысы оның ауыр жарақат алған кездегі көрсеткіші. Valhalla шайқасында Баджи пышақталғанына қарамастан ондаған қарсыласты жалғыз өзі құлатқан. Көп адам бұл сахнаны ұмыта алмайды. Хан жоғалтып жатқан адамның сонша қарсыласты жеңуі адам сенгісіз еді. Тағы бір қызықты факт. Кадзутураның айтуынша Баджи бала кезінен төбелесті ерекше жақсы көрген. Ол ауыр жарақаттан қорықпайтын. Сондықтан көптеген жанкүйерлер егер Баджи ерте өлмегенде, ол Дракеннің деңгейінде болар еді деп есептейді. Келесі бізде үздік топ 10. Егер токиолық кек алушылар әлемінде адам емес зомби бар болса, ол Ханма болар еді. Оның лақабаты бекерден бекер зомби емес. Біздің 10-шы орнымызда Чоджи Ханма. Көптеген кейіпкерлер қарсыластың 1-2 ауыр соққысынан кейін құлайды. Ал Ханма болса Майкидің әйгілі тепкісінен жеп тұрып қалған санаулы адамдардың бірі. Ең қызығы, Ханма ешқашан өзін басты көшбасшы ретінде көрсетпейді. Бірақ кей жерде хаос болса, сол жерде Ханма жүреді. Алғашында ол Valhallaның уақытша көшбасшысы болды. Кейін Кисакидің оң қолына айналды. Тіпті Кисаки өлгеннен кейін де көптеген жанкүйерлер оның құпиялары толық ашылмады деп есептейді. Тағы бір қызық нәрсе, көпшілік Ханманы жай күшті деп ойлайды. Бірақ оның ең үлкен қаруы күші емес. Ол ауырсынудан елемейді. Сондықтан қарсыластары шаршаған кезде Ханма әлі төбелесіп жүреді. Келесі бізде 9-шы орында Какучо. Егер Изананың сенімді адамы кім десе, жауап біреу ғана. Ол Какучо. Тенджикудағы екінші адам. Бірақ көптеген фанаттар оны Изанадан кейінгі ең қауіпті жауынгер деп санайды. Какучоның басты ерекшелігі жылдамдығы. Кейіпкерлердің көбі күшке сенеді, ал Какучо қарсыласты реакция жасауға үлгермей құлатады. Тіпті Кок Огрио формасындағы болған Angryдің өзі оның шабуылдарынан қашып үлгермеген. Тағы бір қызық факт. Такемичи екеуі бала кезден дос болған. Егер өмір басқаша өрбігенде Какучо Тосва құрамында жүруі де мүмкін еді. Көп фанаттардың пікірінше ол сериалдағы ең бағаланбайтын жауынгерлердің бірі. Келесі бізде 8-ші орында Бенкей. Бенкейдің шын аты Кейзи Араши. Бірақ көпшілік оны Бенкей деген атпен таниды. Ол бұрын Black Dragon аңызы болған. Кейін Брахма ұйымының негізгі күшіне айналды. Бенкейдің басты ерекшелігі шикі күш. Ол бір соққысымен қарсыласты бірнеше метрге ұшырып жібере алады.
Егер Вакаса жылдамдық болса, Бенкей нағыз танкі. Ең қызығы, Саут Тиранамен шайқаста алғашқы минуттарда басымдық алғандардың бірі дәл осы Бенкей болған. Сол себепті көптеген фанаттар оны Дракенге жақын деңгейде бағалайды. Келесі бізде 7-ші орында Вакаси Имоуши. Міне енді нағыз монстрларға келдік. Вакаса жылдамдықтың символы. Оны көрген қарсыластары көбіне алғашқы соққыны байқамай қалады. Тіпті оның төбелес стилі кәдімгі көше төбелесіне ұқсамайды. Ол кәсіби спортшы секілді қозғалады. Ең қызығы, Вакаса мен Бенкей бұрын бір-біріне қарсылас болған. Кейін олар күштерін біріктірген. Сол кезден бастап оларды Тосва әлемдегі ең қауіпті дуэттердің бірі деп атай бастады. Көптеген рейтингтерде Вакаса мен Бенкей бір деңгейде жүреді, бірақ Вакасаның жылдамдығы оған сәл артықшылық береді. Келесі бізде 6-шы орында Сенджу Кавараги. Токиолық кек алушылар анимесіндегі ең күшті қыз кім десе Сенджу деп айтамыз. Бірақ оны жай ғана ең күшті қыз деу қате болады, өйткені ол көптеген ер кейіпкерлерден де күшті. Сенджу үш құдай дәуірінің негізгі тұлғаларының бірі болды. Оның ұйымы Брахма. Оның қарсыластары Саут пен Майки сияқты құбыжықтар еді. Ең қызығы, Сенджудың күші оның техникасында. Ол қарсыласының әлде қайда кіші болса да жылдамдық пен дәлдік арқылы жеңеді. Кейбір фанаттар тіпті Изанамен салыстырады. Бірақ бір нәрсе анық. Кәдімгі капитандар деңгейіндегі кейіпкерлердің еш қайшысы Сенджуға ұзақ қарсы тұра алмайды. Келесі бізде 5-ші орында Тайджу Шиба. Егер токиолық кек алушылар әлемінде адам кейпінде аю болса, ол Тайджу Шиба болатын еді. Көптеген кейіпкерлер техникаларына немесе жылдамдықтарына сенеді, ал Тайджу таза физикалық күшке сүйенеді. Оның бойы 2 метрге жуық, ал соққылары бетонды бұзатындай әсер қалдырады. Ең қызығы, Черная дракон, яғни қара айдаһарлар ұйымын басқарған кезінде бүкіл банда одан қорқып өмір сүрген. Тіпті туған бауырлары Юзуха мен Хоккайдо оған қарсы шығуға батпаған. Рождество түні болған шайқаста Тайджу бір мезетте Такемичиге, Мицуяға, Чифуюға және Хоккайға қарсы тұрған. Қалыпты адам әлде қашан құлаған болар еді, бірақ Тайджу төбелесті жалғастыра берген. Көп фанаттардың пікірінше, егер Тайджу эмоциясын бақылауды үйренсе, ол Изананың деңгейіне жақындауы мүмкін еді. Бірақ оның ашуы көбінесе әлсіз тұсына айналды. Келесі бізде 4-ші орында Дракен. Токиолық кек алушылар анимесінің жанкүйерлерінен ең харизмалы кейіпкер кім деп сұрасаң, көпшілігі Дракен деп жауап берген. Бірақ Дракен тек харизмасымен ғана емес, күшімен де аңызға айналған кейіпкер. Ол Тосваның вице-командирі болған. Тіпті Майкидің өзі көптеген шешімдерді Дракенсіз қабылдамаған. Ең қызығы, Дракеннің күші оның төзімділігінде. Бірнеше рет ауыр жараланып, бәрібір төбелесті жалғастырған. Меобиуспен шайқаста ондаған адамды жалғыз өзі тоқтатқан. Ол қара айдаһарлармен болған қақтығыста көптеген жауынгерлерді бірінен соң бірін құлатқан. Фанаттар арасында әлі күнге дейін бір дау бар. Егер Дракен мен Тайджу толық күшінде төбелесе, кім жеңер еді? Көпшілігі Дракенді таңдайды. Себебі оның техникасы мен тәжірибесі Тайджуға қарағанда өте жоғары. Келесі бізде көптен күткен үздік үштік. 3-ші орында Изана Куракава. Егер Майкидің қараңғы көшірмесі болса, ол Изана. Ол Тенджику ұйымының көшбасшысы және сериалдағы ең қауіпті антагонистердің бірі. Изананың ерекшелігі қарсыластың қозғалысын оқи алуы, сондықтан көптеген шабуылдардың алдын ала сезіп үлгеретін. Ең қызығы, Изана Майкимен ұзақ уақыт бойы тең дәрежеде шайқасқан санаулы адамдардың бірі. Ал бұл жетістікке ешкім жете алмаған. Бала кезінде жетім қалып, кейін өзін ешкімге керек емес адам ретінде сезінген. Сол себепті оның бүкіл өмірі кек пен жалғыздыққа толы болды. Көптеген фанаттар, егер Изана басқа ортада өскенде Майкидің ең жақын досына айналар еді деп есептейді. Бірақ тағдыр оны басты қарсыластарының біріне айналдырды. Екінші орында Саут Террано. Міне,
Токиолық кек алушылар әлеміндегі ең қорқынышты құбыжықтардың бірі Саут Тирано. Алғаш көрінген сәттен бастап бәрін шошытқан. Оның күші адам сенгісіз деңгейде болған. Бенкей мен Вакаса сияқты аңыздарды жеңді. Сенджуды ауыр жаралады. Тіпті Дракенің өзі тірі болғанда Саутпен шайқасу өте қиын болар еді деген пікірлер бар. Ең қызығы, Сауттың балалық шағы өте қатыгез өткен. Ол бала кезінен төбелеспен өмір сүрген, сондықтан оның көзқарасы да өзгеше еді. Ол үшін күш бәрінен жоғары нәрсе. Көп фанаттардың ойынша физикалық күш жағынан Саут бүкіл сериалда бірінші орында тұр. Ал бізде көптен күткен бірінші орын Манжиро Сано, Майки, Токиолық кек алушылар анимесіндегі ең күшті адам. Манжиро Сано немесе барлығы білетіндей Майки. Бұл кейіпкер туралы айтқандай тек күш жайлы емес, аңыз жайлы айтамыз. Майки алғаш серияларда оңдаған қарсыласты біргізі жеңген мықты батыр болды. Кейін ол барған сайын күшейе түсті. Тайджуды бір тепкімен құлатты, Изананы жеңді, Саут Тираноны жеңді. Тіпті көптеген жауынгерлер оның көзіне қараудан қорқатын. Бірақ Майкидің ең қауіпті тұсы тепкісі емес, оның қара импульстары. Бұл кейде ол ешқандай эмоция сезбейді, жай ғана қарсыласын жоюды ойлайды. Сол себепті сериалдағы ең қауіпті нұсқа дәл осы Майки. Ең қызығы, көптеген фанаттар Майкиді аниме тарихындағы ең күшті көше төбелесшілерінің бірі деп санайды. Және бүгінге дейін Токиолық кек алушылар әлемінде оның деңгейіне жеткен ешкім болған жоқ. Сонымен достар, бүгінгі Токиолық кек алушылар анимесіндегі топ 20 ең мықты кейіпкерлер осы болды. Ал сен бұл рейтингпен келісесің бе? Мысалы, Изана Сауттан күшті ме? Комментарийге өз ойыңды жаза кет. Немесе Дракен Тайджудан жоғары тұру керек пе? Барлықтарыңның өз топтарыңды жазып комментарийге қалдырып кетуді ұмытпаңдар. Лайк басамыз, достарымызбен бөлісеміз, каналға тіркелеміз, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.